Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біздермен өте дәмді әрі оңай дайындалатын құлпынай қосылған пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін осы видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқамызды және қантымызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Араластырып болған соң үстіне сұйық майымызды қосамыз және бөлме температурасындағы сүтімізді қосып, барлығын тағы да жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң алдын ала електен өткізілген ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқышымызды салып, ұнымызбен біріктіріп араластырып, оны да жаңағы массамызға қосып, барлығын тағы да жақсылап араластырып аламыз. Міне осындай қоюлықта шығады. Енді құлпынайларымызды алып, тегінде 2 бөлікке бөліп аламыз. Мен құлпынайларды 2 бөлікке ортасынан бөліп шықтым. Бір жағына жүгері крахмалын қостым. Бұл пирогқа суы шығып кетпеу үшін жақсылап крахмалмен біріктіріп араластырып аласыздар. Енді жаңағы дайын массамызға құлпынайымызды қосып, жақсылап күрекшенің көмегімен араластырып аламыз. Араластырып болған соң формамызға құямыз. Менде форманың диаметрі 26 диаметрлі. Кез келген формаға немесе кольцоға да жасасаңыздар болады. Құйып болған соң жаңағы екінші бөлік құлпынайымызды алып, осылай бетіне әдемілеп орналастырып шығамыз. Ендігі кезекте бетіне крошка дайындаймыз. Ұн, қант және сары майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң бетіне сеуіп шығасыздар. Қысып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут көлемінде пісіріп аласыздар. Өздеріңіздің пештеріңізге қарай пісіресіздер. Міне менде пісіп шықты. Формадан толықтай суытып бірақ босаттым. Жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығады. Сіздерге ортасын бөліп көрсетейін. Ортасы толықтай піскен. Жасап көріңіздер. Ас болсын.